Арнамызға тіркеліп алыңыз. Балқия Балтабай, жүрек тыныштығы. Ниетіңді түзе. Ниет дегеніміз жоспарлаған істі атқару үшін адамның саналы түрде шешім қабылдауы, атқаратын ісін толық түсінуі. Халқымыздың ниетіңді түзе деп сөйлетіні бекер емес. Ниет кез келген істің бастауы. Ниет дұрыс болса, соған қарай ризық несібе бұйырады. Кез келген нәрсені істеуден бұрын іштей ниетімізді анықтап алған дұрыс. Оны адамнан жасырғанмен Алладан жасыра алмайсыз. Ниет түзелмей іс оңалмайды. Ниет түзу болмаса, ойлағаныңыз орындала қою екіталай. Кез келген мақсатқа ұмтыларда, кез келген проблеманы шешерде әуелі ниетті түзеңіз. Ниеттің мекені жүрек. Түзу ниет, дұрыс амалдар адамды жақсылыққа бастайды. Ниетіңіз оң болса, ойыңыз да дұрыстала бастайды. Әр күнге деген ниетіңіз түзу болуы керек. Таңертең ояна сала қолыңызға телефонды аласыз ғой. Сонда әлеуметтік желіге кіруге асықпаңыз. Жазбалар бетін ашып, бүгіннен не күтемін, күнімнің қалай өткенін қалаймын деген сұрақтарға жауап жазыңыз. Кез келген істе, кез келген сөзде адамның ниеті жатады. Сізді не нәрсе қатты толғандырады, осы сұраққа жауап іздеу арқылы сіз үшін қандай мәселе өзекті екенін түсінуге болады. Өміріңіздегі қай мәселе әлі күнге дейін шешімін таппай отыр, қандай шындықты шешуге жүрексініп, мойныңыз жар бермей уақыт созып жүрсіз. Екінші сұрақ, мәселені шешуге қатысты болуы керек. Ол үшін әуелі миды іске қосасыз. Ми оңтайлы шешімді іздеп табу үшін көп ойланасыз. Мәселені қиындатпай тез әрі жеңіл шешу үшін не керек деп ойланыңыз. Әдетте адамдар белгілі бір проблемаға болған кезде оның себебін іздеп бас қатырмайды. Өзіне дұрыс сұрақ қоюды да білмейді. Дұрыс сұрақ қоя білу, дұрыс жауапты тез табуға көмектеседі. Тек проблеманың өзін ойлай бергеннен ештеңе шешілмейді. Бір нүктеге қадалып қалу жүйкеге де салмақ. Мұндай жағдай проблеманы терең түсінбегеннен болады. Психологияда проблеманы зерттеу деген түсінік бар. Ол жол тек ізденістен тұрады. Мүмкін сіздің дәл сол мәселеңізді шешуге қандай да бір курстар немесе кәсіби маманнан кеңес алу көмектесетін болар. Соны ойланып көрдіңіз бе? Басына бұлт үйірілсе, қиындыққа тап болса, көбіне адамдар маған мұндай проблема керек емес еді. Осындайға тап болатындай, Құдайға не жаздым? Мұның бәрі маған не үшін берілді деп мәселені шешудің орнына керісінше үсті-үстіне проблема жамап шақтайды, шиелестіріп жібереді. Бұл күш-қуатты пайдасы жоқ нәрсеге жұмсау. Осыны түсінудің өзі үлкен олжа. Проблеманы қайта-қайта айта бермеу керек. Оған тіпті уақыт кетірудің қажеті жоқ. Проблема бар екені түсінікті. Енді оны шешу жолдарын іздеу керек. Кей адамдар саусағының ұшын қымылдатпаста мәселенің өздігінен шешіле салғанын қалайды. Олай болуы мүмкін емес. Бас қатырғысы келмейтіндер өз жауапкершілігін басқа біреуге артып, проблемадан қашып кеткісі кеп тұратын адамдар да баршылық. Біреуді өзіне қарыздар көріп, мәселені сол шешіп беруге тиіс деп ойлайтындар жетіп артады. Әдетте ондай адамдар өміріндегі сәтсіздіктерге, туындаған мәселеге өзгені кінәлап, өкпе артып, ренжіп жүреді. Мұндай жағдайда шешім қандай болмақ? Тағы да сұраққа жауап беру арқылы ізденеміз. Ең алдымен сізді дәл осы шақта не толғандырады? Осы сұраққа жауап ретінде көкейіңіздегі бүкіл ойды қағазға түсіру керек. Кем дегенде бос жауап болсын, 5 жауап болсын. Осы сәтте сізді мазалап жүрген нәрсенің бәрін жазып болсаңыз, қалған сұрақтарды да жазып жанына жауабын беріңіз. Осы мәселені қалай шешкім келеді? Шешу үшін нақты не істесем болады? Ми жұмыс істей бастайды. Сосын сан алуан идея, амал тасып ойға түседі. Нақты бір мәселеге қатысты сұрақ қоюды үйренсеңіз, көп кешікпей жауаптары да пайда болады. Осылай іздену арқылы қиындықты шешудің жоспарын құрасыз. Мысалы, мақсатқа жету үшін осы аптада 6-7 күнде нақты қандай қадам жасай алатыныңызды жазыңыз. Немесе бір күнде нендей әрекет істей алатыныңызды ойланып параққа түсіріңіз. Бұл мәселенің бәрі тез арада шешіліп, арқаңыздан ауыр жүк түседі деген сөз емес. Бірақ осыдан қадам-қадаммен ойлану, іздену, сұрақтарға шын жауап беру арқылы сіз мақсатыңызға жақындай бересіз. Ниетіңіз бүтінделеді. Ниет тумай шешім табылмайды. Ештеңе оңайлықпен келмейді. Әрекеттену керек. Әрекет түбі берекет. Ал әрекет ету үшін ниет түзу маңызды.
шыны керек, қазіргі кезде бәрі бірінші кезекте материалдық жағдайын түзетіп көп қаржы табудың көзін тапқысы келеді. Жоспар құрады, мақсат қояды, қолынан келгенше әрекет етеді. Оның бәрі дұрыс, бірақ көпшілік баюдағы түпкі ниет неде екенін ойлана бермейді. Бай болудағы ниетіңіз қандай деп сұрасаң, ештеңеден қиналмай өмір сүру, үй алу, қарыз жабу, баламды үйлендіру, саяхаттау деген сарындағы жауапты аласың. Не қалайтынын анық білген жақсы болғанмен бұл дұрыс ниет емес. Құранда болуы әрі сауапты болуы ниетке байланысты. Кімде-кім дұрыс ниет етсе, соның қарымтасын алады дейді. Кез келген амалдың басында ниет тұрады. Әр мұсылманның бастаған ниеті дұрыс болса, одан кейінгі нәрсенің бәрінің берекесі қайырымды болмайды. Мұсылманның 5 парызының бірі зекет беру. Мұны иісі мұсылманның бәрі біледі. Зекетті кез келген адам бере алмайды. Зекет адамның өмірдегі бүкіл қажетінен бөлек жинаған қорынан берілуі керек. Оны тек қана бай адам бере алады. Демек, Алла да біздің байығанымызды қалайды. Зекет беретін бай мұсылмандардың қатарына қосылған келеді. Сол үшін бай болғым келеді деген ниетті бірінші орынға қойсаңыз, сіз үшін қайтарымды қандай болатынын ойлаңызшы. Саналы адам өзгені де өзін де кінәламайды. Кінәлау өзінде өзгенің салыстырудан да шығады. Ол осы жасында тұрмыс құрды, ал мен әлі жүрмін. Ол жап-жас болып қыруар ақша табады, ал мен қарыздан бас көтере алмай келемін деп түрлі себеппен әлжімен салыстыру салдарынан кейбіреулер өзін жазалап та жатады. Біреудің жетістігіне қарап бой түзеу, мотивация алу басқа нәрсе. Ал қызғаныштың қызып отына оранып басқаның жетістігін қызғану, одан қалса өзіңді жерге ұру, кінәлау өсіретін емес, өшіретін нәрсе. Сондықтан өзіңізді басқамен емес, өзіңіздің өткен, кешегі қалпыңызбен салыстырып үйреніңіз. Кеше қандай едіңіз, бүгін қандайсыз? Өсу, жетілу, даму бар ма? Ең дұрыс салыстыру осы болмақ. Өзіңді кінәлаудың тағы бір себебі өзіңді шын жақсы көре алмау. Өзіңе деген махаббаттың тым немесе мүлдем жоқ болуы. Ондай адамдар өзін кінәлай беру арқылы өткенге оралып, уақыттың кері қайтарғысы келіп, қайтадан болса ғой, олай емес, былай істейтін едім деп өкініп, уақытында энергиясында өкініш сезіміне сарап етіп, өткен уақыттың қайтып келмейтінін, уыстан шыққан мүмкіндік те кейде қайта берілмейтінін білеміз, бірақ біле тұра өзімізді кінәлаудан шаршаймыз. Барлық нәрсені кемшіліксіз, мінсіз жасаймын деп тыраштанудан да кейде көңілің қалады. Бұл тағы да өзіңізді кінәлауға алып келеді. Идеал болсам, бақытты боламын деген түсінікті санадан шығарып тастаңыз. Алла ғана мінсіз. Идеал болмай-ақ бар кемшілігімен ешкімге ұқсамайтын, дара қалпымен ақ өзін бақытты сезінетін адам көп. Демек, мен де, сіз де, ол да бар мінімен, әлсіздігімен, қателігімен, кемшілігімен бақытты болуға лайықпыз. Және ең бастысы, бақытты бола аламыз. Қателесіп, бірақ сол қатесін түсініп, тәубесіне келіп, жаратқаннан кешірім сұрап, қатесін түзетуге ниеттенген адамды Алла тағала да жақсы көреді екен. Адамды түп санасындағы түсініктер басқарады. Соны неғұрлым ертерек түсінген адам соғұрлым саналы түрде өзімен жұмыс істеп, бейсанасындағы орынсыз түсініктерден арылады. Біреуге зияны тиетін қадамға бару, біреуді алдау сияқты біліп істеген істерге өкіну, кінәні сезіну, ол үшін кешірім сұрау дұрыс қадам. Бұл жерде кішігірім қателіктерге, білместікпен жасалған бұрын істерге, теріс шешімдерге немесе сізге қатысы жоқ шалыс адамдарға бола жаныңызды жеп кінәлай беру дұрыс емес екенін айтып отырмын. Оның орнына мен неге бұлай істедім, осылай жасауым не түрткі болды деген сұрақтарға жауап іздеп бас қатыру әлде қайда пайдалы. Шынайы өмір сүруге өзіңізге рұқсат беріңіз. Өмір біз ойлағаннан да қысқа, қалай зулап өте шыққанын байқамай да қаласыз. Шын қалағыңызды, жүрек түпкіріндегі тілегіңізді, тағдыр сыйлаған мүмкіндіктерден елемей, өзіңізді шектеп жүргенде жылдар жылжып өмір өтіп кетеді. Қателеспейтін адам жоқ. Мұндайда бірден өзіңізді кінәлай бермеңіз. Аллаға жүгініңіз. Я Рахман, Я Рахим, Ал-Ғафур.
мен сенің күнәһар құлыңмын, көп күнә жасадым, бірақ сен аса мейірімдісің. Сенің кешірімің мен мейірімің болмаса, менің халім қиын. Мені кеше көр, тәубемді қабыл ет. Бұл күнәні қайта жасамауыма жәрдем ет. Менің өзімді кешіруімді, мені басқа құлдарыңнан кешіруін жеңілдетіп қойшы. Амин. Деп күнәңіз үшін шын өкініп, оны қайта жасамауға бекініп тұрып дұға етіңіз. Алланың мейірімі, кешірімді екеніне шәк келтірмеңіз. Басқа адамдар туралы да жаман ойламаңыз. Ол мені кешірмейді деп қателеспеңіз. Себебі Алла ол адамның жүрегіне кешірімді салса, кешірмеуі мүмкін емес. Бір сөзбен айтқанда, бәрі Құдайдың ғана құзырында. Жүректерді басқарушы Алла. Демек адамды адам кешірмейтіні біз кімбіз?